Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында 15 минутта дайын болатын шелпек пісірудің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге үй температурасындағы сүт, 2 жұмыртқа, жарты қасық тұз, жарты қасық содасы, сосын шекерімізді салып, үстінен ұнымызды бөліп салып отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илеп қоямыз. Қамырымызды 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минутта тұнған қамырымызды кесіп аламыз да бөліктерге бөліп, өзіміздің қалауымызша 7 шелпек пісіресіз бе, 14 шелпек пісіресіз бе? Мен бұл жерде 7 шелпек пісіріп, қалғанын бауырсақ қылып істеп алдым. Осылай тез дайын болады, жасап қарасаңыздар болады. Осылай қатты қалыңда емес, жұқада емес. Шелпектерді оқтаумен жайып аламыз да, қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Осылай қонақ келгенде, асығыс болған кезде дайындалатын шелпектер. Каналым ұнап жатса, лайк басып, қолдап, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.